оларды оңай жеңеді. Кейін ол Шочиджимен бірге бетпе-бет шайқасады. Алайда Шочиджи Барутоны бірден өлтіре алмайды. Өйткені егер ол өлсе, оның денесін емдену мүмкін болмайтын еді. Баруто қайтадан шабуыл жасауға тырысқанмен Шочиджидің жел қалқаны атты қабілеті барлық нинджутсу техникасын бұғаттауға мүмкіндік береді. Жағдай қиындай түскенде Тента кенеттен сүйрекен лақтырып Шочиджиді алаңдатты. Бұл Барутоға шабуыл жасауға мүмкіндік береді. Баруто оның арқасында Расенган соққысын жасайды. Бірақ бұл шабуыл Шочиджиге қатты әсер етпейді. Осы кезде Барутоның қолындағы таңба кенеттен іске қосылып, ол шайқасты жалғастыра алмай қалады. Дегенмен дәл сол сәтте Сарада мен Мицуки келіп, оған көмек береді. Келесі күні команда Шиноби карталары сатылатын дүкенге барады. Сарада өзінің карталарын сатып алып, ішінде Арачимарудың картасы бар екенін байқайды. Барлығы таңғалып тұрғанда Мицуки оның ата-анасы Арачимару екенін жай ғана айтып береді.